кезінде жаңағыдай қалай ақша табуға болады, кім ұтылды, кім ұтылмады деген сияқты. Оралға қашқын деген ән тыңдаймыз қазір. Кредит төлемей жүргендерге арнап. Қандай қашқын? Оралға қашқын. Хотя оралсын лучше ол. Инстаграмға қосылдық. Сіз қазір сіз туралы естіп жатырық. Шет жағасын. Әңгімені. Қандай әңгіме? Жоқ, жаңағыдай. Әңгіме күшті айтады деп. Жоқ, сен сұхбатта болған жоқсың ба? Болған жоқпын ғой сол. Болған жоқ па? Да, ол кезде ақбибі болған шығар. Сіз таңға отқан шығарсыз, мен сияқты сұлу қызды көріп. Өзі сондай бай адамдарды көрсе жақсы көріп кетеді сөйтіп. Қазір 40 секундтан эфирді бастаймыз. Кетті ғой, ә? Иә. Блин, кетті десің ба? Бағана сөзін қайтып алдым десе. Кетіп қалсаң сосын, ә? Кім бұл кісі дейді? Бұл кісі қаржы жағынан көмектесе алатын, қаржылық сауаттылықты арттыратын кісі. Сондықтан, иә, сауалыңыз болса, қойыңыз, ақшаға байланысты, несиеге байланысты мүмкін, бизнеске байланысты. Ассаламу алейкум дейді. Ва алейкум ассалам. Бизнестің қаржысы мен несін негізі жеке қаржы бөлек та негізі. Сондықтан адамдарға қазіргі негізі бизнес емес, негізі жеке қаржы дұрыс сияқты негізінде. Бизнестің қаржысы несі бөлек. Аға құлақ қаптап алыңыз. Мынаны өзіңізге ыңғайлы етіп алыңыз. Ал достар, қонағымыз келді, ортамыз толды. Бүгін бізде кешкі шоуда қонақта. Иә, достар, бізде бүгін қонақта қаржылық кеңесші Жеңіс Есенгелдин мырза. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Енді достар, өздеріңіз білесіздер, карантин уақытысында белгілі бір себептерге байланысты бізде қонақтар болмайтын, бірақ алдында таңғы шоуда Әбдіжаппар Әлқожа болды. Енді бүгін қонаққа сізді шақырып отырмыз. Сосын біз айттық Әбдіжаппарды көргеннен неге шақырмаймыз бізде қонақ деп. Біз не кембіз ба, тоқалдан тудық па деп бізде осылай бай адам шақырып шақыруды жөн көріп, бай деген сен қақтан білесің ол жөндеурен? Енді бұндай істермен тек қана бай адамдар араласады ғой. Мысалы, өзімде жоқ болса, сен қалай кеңес бере аласың елге? Сонда өзің жақын отырып алған, мені алысқа жібер. Әрине, саған ешкім керек емес қой. Жақсы, Жеңіс мырза, қош келдіңіз. Қал жағдайыңыз қалай? Көңіл-күй қалай? Жақсы, өте жақсы. Карантинде біраз жұмыстарды бітірдік, онлайн жұмыстардың бәрін бітірдік. Сен жақын отырасыз ба? Жандәуреннен қорықпаңыз, ұстап отырам. Жеңіс мырза, жалпы карантин сізге қалай әсер етті? Сіздің ісіңізге? Енді кез келген біреулер кедергі деп ойлауы мүмкін, бірақ карантиннің кезінде үйде отырып жұмыс істеуге, бір нәрселерді жазуға, жоспар құруға бір уақытымыз келмейтін еді. Әркім шайға шақыра береді деген сияқты, қонаққа шақыра береді. Қазір ешкім қонаққа шақырмайтын болғаннан кейін өзімнің біраз шығармашылық істеріме көп уақыт таптым. Жақсы болды. Қазір тіпті карантиннен шыққым келмей қалды. Сіз үйленгенсіз ғой? Үйлендім. Неге шайға шақыра береді онда? Енді Бұл қыз андай адамдармен араласпайды да, өзі сондай грецке барып келіп жүрген қыз ғой әйтеуір. Жақсы, карантин қалай әсер етті сіздің ісіңізге? Құлдырау болды ма, мысалы, ақша жағынан, пайда жағынан, немесе керісінше пайда артты ма? Енді кәсіпкер ретінде айтайын, жалпы теңіздің суы азайған кезде үстіндегі қайықтардың барлығы бірдей төмендейді ғой негізінде. Сол сияқты мен айтпай қояйын, жоқ, бәрінікі төмендеді, менікі жоғарыға кетті деп айта алмай айтпай қояйын. Бірақ мен де кәсіпкер болғаннан кейін, барлық адамдарда дағдарыс болғаннан кейін, маған да әсер етті дағдарыс. Бірақ мен оған алдын ала дайын болдым, өйткені кәсіпкер болудың ең бірінші қағидасы, стреске төтеп беретіндей адам болу керек. Жалпы қыранның болғың келетін болса, сен түлкімен төбелесуге дайын болу керексің деген сияқты. Бізге қазір келген карантин, ол бізге келген бір шайқасатын бір жау болып келген сияқты болды. Сонымен шайқасу ретінде біраз уақыттарым... Шайқаста кім ұтты, кім ұтылды? Шайқаста ол білмейсің. Қай уақытта... Белгісіз, әлі анықталған жоқ, е? Анықталған жоқ. Енді сіз бизнеспен айналысып жатқаныңыз жалпы қанша уақыт болды? Мен айтайын, 2015 жылдан бастадым. Сіз бірінші рет қой осындай дағдарысқа тап болып отырғаныңыз? Жоқ, 2015-те бастап келе жатқан кезде көп таяқ жегенім бар. 18 түрлі бизнес ашқанмын, қазір енді оның ішіндегі 12-сі жоқ, былай айтқанда. Қалғандары бар, қалған 12-сі қаяққа кетті дейтін болса, осындай дағдарыс, түрлі дағдарыс, ол карантин болу емес, міндетті емес.
әртүрлі жағдайларға байланысты. Енді Жеңіс мырза, бүгін біз ақшаны жалпы ақылмен жұмсау дегенді қалай түсінесіз деген тақырып алып отырмыз. Сізден сұрайтын боламыз, қазір қандай кеңестер бересіз, болмаса жаңағы бизнесмен ретінде мүмкін сіздің пайдаланатын лайфхактарыңыз бар шығар, қалай төтеп беру керек, әсіресе былай онша бай емес, жаңағы орташа деңгейде өмір сүретін отбасыларға мысалы. Одан кейін бізде мысалы меніңше уақыт бар ғой, бізде бар. Жалпы бізде экономика былай құрылған, бізде байлар, олар көбінесе байи береді, а кедейлер кедейлене түседі. Осының бас себебі неде? Қалай күн көру керек, және ақшаны қайда жұмсау керек, мысалы, кризисті жеңу үшін. Жалпы осындай сұрақтарға сіздердің қазір жауап күтетін боламыз, ал сіз жауап беріңіз. Сұрақтар көп болып кетті да, жақсы. Неге бізде байлар байи береді, неге кедейлер керісінше деген сауал. Жақсы. Енді байлардың байи беретін себебі, кедейлердің кедей бола беретін себебі олардың әдеттеріне байланысты. Күнделікті істеп жүретін әдеттері. Жалпы біз бір нәрсені істейтін болсақ, бәрін ойша ойланып істемейміз негізінде. Бір өміріміздегі 100% деп есептейтін болсақ, соның ішіндегі 5% ойланып істейді екенбіз де, қалған 95%-ның барлығы автоматты түрде болады екен. Енді қалайық, мысалға біз ертеңгісін даже тісімізді жуатын болсақ та, біз енді оны ойланып отырып, қанша мен саламын грамм деген сияқты ойламаймыз. Басында велосипед тепкен кезде де басында педальды қарағанмен артынан үйреніп кеткеннен қарамаймыз. Сол сияқты біздің күнделікті істеген ісімізге байланысты бізде әдет қалыптасып кеткен. Көрдіңіз ба? Осы әдеттеріміз біздің басында қалай басталды, солай кете береді екен да. Басында біз дұрыс бастамаған болсақ, әдетті, мысалға біз 10-да тұратын болатын болсақ, ұйқыдан 10-да тұратын болып, басында әдеттеніп кеткен болсақ, біз өміріміздің соңына дейін өзгертпейтін болсақ, сөйтіп 10-ға тұра береміз да, онда біз не істейміз? Өмірде ерте тұрмау арқылы біз қандай да бір уақыттан ұтылып жатқан болуымыз мүмкін. Көрдіңіз ба? Кедей саналы адамдар деп айтамыз, біз кедей адамдардың ескі бай болып кетуіне мүмкіндік бар. Ол үшін байлар қалай өмір сүреді екен, байлардың әдеттері қандай деген сияқты қызығушылық таныту керек. Және соларға өзгеруге талпыну керек. Бізде неге жаңа байларға деген ашу көп? Өйткені біз кішкентай кезімізде біздерге байларды олар жаман адамдар, олар деген тәкаппар адамдар деп көрсете берген, телевизорден де, радиодан да, басқа жерден ескерте берген. Ал алдар көсе, жаңағы алдайтын адамдар, олар кедейлер, Робин Гудтар, олар керемет адамдар деп көрсеткен біздерге. Сөйтіп біздің көзімізге солар қандай болып, мысалға бай адам десе көзіңізге қандай адам елестейді? Бір аяғында туфли бар, үстінде костюм шалбары бар, бір қабағын түйген, деп шақыратын адам сияқты, негізінде ондай емес. Мен де солай ойлағанмын кезінде. Бірақ мен үлкен миллионерлермен кездесіп, солармен бірге жаңағы айтқан сияқты шайға шақырған кезде, отырып сөйлескен кезімде соларды байқағаным олардың қарапайымдылығында екен. Біз негізі білмейді екенбіз олардың қарапайымдылығы туралы. Ал жаңағы миллиардерлерге қалай жетті қолыңыз, қалай шығуға болады ол кісілерге? Айтпаңыз, бастайды. Жақсы, ендеше үзіліс жасап алайық, сұраймыз қазір. Жақсы, ендеше достар, сауалыңыз болса дәл қазір Инстаграмда, жұлдыз.фм парақшасында тікелей эфирдеміз. Эфирден тыста әңгіме дүкен құрайық, сіздің сауалыңызға мүмкін жауап табылып қалар сол уақытта. Әзірге тамаша бір ән тыңдайық. Үзілістен кейін эфирге қайта ораламыз. Сізге ыңғайлы болып тұр ма барлығы? Наргизаны қосыласың ғой. Мен түнімен жұмыс жасаймын негізінде. Қазір өзгертім келіп жүр, бірақ мен түнімен жұмыс жасаймын, ұйықтамаймын, күндіз ұйықтаймын. Күндіз ұйықтайсыз? 7-8 сағат ұйықтаймын. Енді ол ғылыми тұрғыдан қарасақ, жалпы творческий жағынан, жалпы барлық тыныштықта көбінесе не ғой? Негізі солай ойлайды. Жұмыс жасау оңай ғой. Мен де солай ойлағам. Шығармашылық адамдар түнде жұмыс істейді деп сондай ой болып Мерасен ба? Бірақ шынымен қарап келген болсаң негізінде күндізді пайдалану керек, өйткені барлық жерде де дәлелденген да. Шариғатта дәлелденген. Береке дейді, ақшаға байланысты әңгіме дүкен тұратын және кеңес беретін кісі ақша жағынан. Түнгі ұйқыда береке бар дейді. Түнгі ұйқы қажет әрине. Мына бүйтеді ғой. Ит көп туа ма? Қой көп туа ма? Сауыл қойын деп береміз. Сол кезде айтады, ит көп туады дейді. Бірақ неге иттер қойлардан аз дейді? Ақшаға байланысты. Өйткені иттер түнде үреді екен, күндіз ұйықтайды екен. Ал қойлар түнде ұйықтайды екен, күндіз жүреді екен. Сондықтан да Алла тағала оларға береке беріп қойған дейді. Сондықтан да қараса да болады. Мен осы нәрсені естігеннен кейін қазір режимді өзгерткім келіп отыр. Көрейін деп. Өйткені мен осы уақытқа дейін түнімен ұйықтамайтын адаммын негізінде. Бірақ продуктивность бар. Мүмкін одан да жақсырақ болатын шығар. Жалпы осы байлар мен кедейлердің басты айырмашылығы деп мен өзім қарағам, шынымен сіз айтып отырсыз ғой, қарапайымдылықта деп ше. Адам неғұрлым кедей болған сайын ол жақсы киінуге, жақсы жаңағыдай сырт көзге күшті болып көрінуге тырысады екен да. Ал мысалы Марк Цукербергті алып қарайтын болсақ, шортымен, кәдімгідей футболкамен бір киімін содан
ауыстырмай жүре береді да, мысалы ше. Ол біледі да ол өзінің дәулетті екенін, іштейші, ол ешкімге ештеңе дәлелдеуге міндетті емес. Жоқ, прайм, мынандай да бар ғой, мысалға, дәл от Цукербергтің әйелі да, например, әдемі емес. Қыздар неге әдемі болады деген дүние ғой. Неге әдемі болуға тырысады деген. Ол Цукербергке әдемі ғой. Ол әдемі, иә, ол. Цукербергке ғой әдемі ғой. Цукербергтің адамгершілігі болып тұр ғой сонда. Ол әдемілікке қарап тұрған жоқ, ол адамгершілігіне ол әдемі қарап тұрған емес. Ол Цукербергке әдемі. Ертең сен мысалы үйленесің ғой, үйленесің ғой. Иә. Жоқ, үйленемін. Үйленесің ғой, сенің қызың маған ұнамауы мүмкін. Мен үшін әдемі емес болуы мүмкін. Баяғыда кішкентай кезімізде ағаларымыз үйленейін деп жатқан кезде бірінші фотографиясын қараймыз ғой. Иә. Қараймыз да күйеуге. Әдемі әйел болмаған ба деп қоясың ғой. Иә. Ол өзіне әдемі ғой. Да, ондайлар болады. Ақшаны қосақ, ол бізден қашады дейді. Ал егер ақшадан қашатын болсақ, ол бізді қалайды дейді. Сол қаншалықты дұрыс дейді. Философияға көп аффирмация, медитация деген нәрсеге көп жақындай берген қажет жоқ. Кенжебекұлы, жақсы, қазір сіздің сауалыңызды эфирде қоямын. Қазір барлығы сондай болып кетті. Жоқ, менің бір жыным ұстайтыны, Мистика. қазір эфирден айтайыншы, тағы да айтамын эфирде, былай да айтайын. Қалай баю керек деген тренингті жүргізетін сол спикерлар мысалы айтады да, қалай аз уақытта көп ақша табуға болады деп, бірақ өзі $100 костюмымен әңгіме айтып тұрады да саған. Егер өзі бай болса, ол неге ол өйтіп басқаларға үйретеді деймін да, мен байлар, олар құпиялармен бөліспейді, неге? Әркімдікі әртүрлі, бағана айтқан сияқты мүмкін бір Цукерберг сияқты болуы да мүмкін ғой мысалы. Болмаса, жаңағыдай, мысалы, Америкада жұмыс жасайтын жүйе, система біздің Қазақстанда жұмыс жасамауы мүмкін. Өйткені, мысалы, бір теңіз, тынық мұхиттың несін байлығын әкеп бізге Каспийге салып өмір сүрамайды ғой, сол сияқты да. Өзінше жатсың, мен де клиниктерге қатты қызығатын баяғыда, бірақ қазір түсіндім, просто инвестиция жасау керек адам білімге. Капитал ғой, ешқашан өлмейді. Білім деген нәрседе, білім деген ол ауқымды нәрсе ғой. Білімнің ішінде бөлінеді. Жалпы сізге керек білім бар, сізге керек емес білім бар да. Сондықтан көп адамдар қазір білім десе, психология, философия деп кетуі мүмкін. Оның бәрі білім емес негізінде. Фундамент болады, мысалы, любой нәрсенің фундаменті болады. Фундамент ол действительно мышлениені өзгерту керек. Бағана айтқан сияқты байсана кейсана білу керек. Сосын барып соның үстіне, мысалға, не керек саған? Мысалы, маркетологиямен айналысасың ба, маркетингті оқы. Сатумен айналысасың ба, сатуды оқы. Обобщенный алудың қажеті жоқ, миың ашып кетеді болса. Хаос болады мида. Өзіңнің салаңда мықты болсаң, оның өзі көп ақша алып келеді ғой. Анау айтады ғой, үйрек дейді, үйрек жүгіреді дейді, ол жүзеді, ол ұшады дейді, бірақ оны ешкім танымайды дейді. Неге? Ол орташа істейді бәрін. Ал қыран дейді, ол жүгіре алмайды, ол жүзе алмайды, зато ол ұшады дейді. Ол биік ұшады дейді. Сондықтан қыранды бәрі таниды дейді. Бізде үйреніп қалғанбыз, кішкентай кезімізде бізді үйретіп тастаған біздің сабағымыздың бәрі бес болу керек. Неге? Анау біреуінен төмендеп баратсаң, ладно, ол керек емес деп айтпайды. Ана тоқтатып қоямыз біз. Ана нені тоқтатып қоямыз, жаңағы математиканы тоқтатып қоямыз. Жақсы айтқанда биологияны көтеруіміз керекпіз біздер. Олай керек емес негізінде. Мен өзім балама да мысалы қазір қанша рет айтамын, бір сабақ ұнамайды ма? Айтады да, мына сабақ маған қиын. Мен айтамын, қиын болса миыңды ашып қойшы. Ол не істейсің? Оған энергия жіберіп, ол өмірде саған қажет болатын сабақ болса керек мысалы. Сондықтан қазіргі тәрбие мен қазіргі көзқарас өзгеру керек. Бірден өзгеру керек негізінде. Мамонт болмау керек. Біз постоянно бір дәуірден екінші дәуірге көшуші адамдармыз да негізінде. Халық оны байқамайды. Қазір совет үкіметінің білімі ғой бізге берілген. Ата-анамыздан берілген нәрсе сол кездегі әдеттер қалыптасқан. Соны бізге беріп келе жатыр да. Мысалы, иә. Жақсы, ата-ананы тыңдаған жақсы, тыңдау керек оларды. Мысалы, бізде ақшаны жақсы көру, бай болуға талпыну бір қылмыс, ұят нәрсе сияқты болып саналады да. Мысалы, біздің үйде сондай. Менің әкем үнемі айтып отырады, ақшаны жақсы көрсең, сен жаман адам боласың деген сияқты. Өйткені ақшаны табу үшін сен барлық істе барасың деген сияқты ойлайды. Бірақ менің өзім пікірім, адам жақсы өмір сүргісі келгенде тұрған ештеңе жоқ қой, ол адам мысалы комфорт. Осы жерде айту керек, ақшаны жақсы көру керек емес, ақшаға келетін заттар дейді, предметы. Одан кейін қыздарға үнемі жаңағыда айтатын нәрсе, сен байға күйеуге шыққың келсе, значит сен жаңағы бұзылған адамсың, анаусың, иә, парашют, анау-мынау. Мысалы мен өзім қаламаймын, мен балаларым аштықта өмір сүргені ше. Махаббатпен, бірақ жақсы өмір сүргім келеді мысалы. Деп айтып жатсай. Все. Әбден шымсқап бір ай бойы ше. Қонақта аты жөнін қазір айтамыз достар эфирде.
достар, кешкі шоуды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта қаржылық кеңесші Жеңіс Есенгелдин мырза. Қош келдіңіз дейміз. Енді Жұлдыз.фм Instagram парақшасында тікелей эфирдеміз. Сол жаққа сіздерді мазалайтын сұрақтарды қоя беріңіздер. Біз оқуға әрдайым дайынбыз. Иә. Көп сауалдар келуде, мынау Instagramда, бірақ енді көбісінің ойында көкейінде жүрген екі сауал бар сияқты. Біреу бизнес тренингке барудың пайдасы бар ма дейді. Екіншісі қазіргі уақытта лотереяға байланысты. Бизнес тренингке бірінші оралайық. Жалпы кітап оқып, жаңағыдай бизнес тренингке барып бай болып кетуге бола ма жалпы? Жақсы, қараңыздар. Оқудың әртүрлі форматтары бар. Біреу аудио тыңдағанды жақсы көреді, біреу кино көргенді жақсы көреді, біреу кітаптан оқығанды жақсы көреді. Олар форматтар, білім алудың форматтары. Бұрыннан бері біздерге келе жатқан нәрсе ол кітап оқу, мектепте оқу, университетте оқу, аудио книга деген қазір шықты, ол бұрын жоқ еді. Сосын енді қазір тренинг деген новый формат қосылды. Біз оны тренинг деп алып, оны бөліп тастауға болмайды. Бұл да бір кітап сияқты бір нәрсе. Тек қана ол жерде не болады? Тірі адам шығады, тірі адам сенің алдында тұрып не істейді. Бірақ таңдау керек, қандай тренингке барам деген сияқты. Мен бірден айтам барлықтарыңызға. Бетімді жұлып алса да айтайын, аттарын атамай қояйын, бірақ мен қазаққа кішкене болса да ескерткім келіп тұр да. Мынау көбіне аффирмация деген нәрселерді мен күнде айтамын нәрсені. Сондай нәрсеге көбіне бұл миф, мистика мен нәрселер ғой бұлар ше, көрдің? Сондай нәрсеге көбірек қызықпаған жақсы біріншіден. Екіншіден медитация деген нәрселер бар қазір. Кейбір нәрселер бар. Оның өзіне де қатты салынып кетпеу керек, потому что бұл да бір дін негізінде, бұл да бір идеология. Мен мысалы медитация жасаймын. Жасағансыз, мен айтып отқан нәрсем фанатизм деген нәрсе бар да. Қазір адамдар бір нәрсеге кіріп, діннің өзінде де фанатизм деген нәрсе бар. Дұрыс па? Кез келген нәрсенің артығы ол жақсы емес негізінде. Сондықтан да кейбір адамдар медитациясыз өмір сүре алмайтын болып қалған. Ол да жаман. Ойлап қалмаңдар, тек қана дінде фанатизм емес. Басқа нәрселерде сондай нәрсе бар. Соның артынан кіріп кетпеу керек. Үшіншісі, мотивация деген нәрсеге тағы да үйреніп қалмау керек. Бұның бәріне адам тез үйреніп қалған кезде, телефон сотканы қарай бергісі келетін бала сияқты адамдар соған үйреніп қалады. Бұл зависимый болып қалады, тәуелді болып қалады. Бұл наркомания сияқты. Енді сен аффирмациясыз тұра алмайсың, енді сен медитациясыз тұра алмайсың, енді сен бағанағы мотивациясыз тұра алмайсың. Жоқ, болмайды. Біреуге тәуелді болуға болмайды. Өзіңізбен өзіңіз дамыңыз ары қарай. Лотереяға байланысты. Қазір барлығы лотерея ойнатып жатыр ғой, шын ба дейді. Жаңағы әншілер мындай сондай дейді. Біреулер әншілер айтады, біз ондай емеспіз, олар сондай дейді. Жалпы лотереяға көзқарасыңыз қандай? Жақсы, мен өзім негізі лотерея ойнатып көрген емеспін. Мен мына өзінің кітап деген кітапты шығарған кезде де адамдарға біреулер айтқан лотерея ойнатсаңшы, лотереяда ойнатпасаң өтпейді дейді негізінде. Енді бұл да бірден бір себеп бұл деп ойлаған шығар адамдар. Мен айттым, жоқ, мен үзілді-кесілді бұған қарсымын негізінде деп. Түсінікті ме? Сондықтан бұндай нәрсе бар да, бір күмәнді нәрсе бар. Білейді жалпы, адал нәрсе белгілі дейді, арам нәрсе белгілі дейді. Ортасында адамдар үшін күмәнді нәрсе бар дейді. Күмәнді деген сөз білмейсің сен. Құдай біледі оны не нәрсе екен. Бірақ сен білмегеннен кейін күмәнді нәрседен қаш дейді. Көрдіңіз ба? Мен үшін, мен қазір осы тұрғанда лотерея харам немесе адал деп айтуға мен компетенциям жоқ, құзырлы емеспін. Оны анықтайтын адамдар бар негізінде. Оған бір пәтуа беретін адамдар бар шығар, мен онымен айналыспаймын. Бірақ мен үшін, маған келетін болса, мен үшін ол күмәнді. Жалпы мен күмәнданам, оның адал екеніне немесе адал екеніне күмәнданам. Күмәнданғаннан кейін мен ол жерде не істемеймін, жақындамауға тырысамын. Сондықтан сіздерге де соны айтамын. Жақсы, Жеңіс мырза, енді осы лотереяда тарихта белгілі ғой, көптеген адамдар, мысалы, пәленше бір $1 миллион ұтып алғанша, не себепті ол адамдар миллионерлердің қатарында емес одан кейін? Жақсы, адамдардың жалпы өзінің көтеру деген несі болады. Мысалға айтайық, сіз бір 50 килограмм, 60 килограмм болатын болсаңыз, 60 килограмм болатын болсаңыз, сіздің көтеретін салмағыңыз бар өзі. Бір 50 килограммды жатып алып көтеруге болатын шығар мүмкін. Сіздің өзіңіздің күшіңіз деген сияқты. Сізге біреу алып келе жатқан кезде 200 килограммды алып келетін болса, сіз соған тырыссаңыз көтеруге, сіз не істеп кетесіз, мүмкін бір жеріңізді ауыртып аласыз. Тап сол сияқты ақшада да салмақ бар. Ол салмақ қай жаққа түседі? Адамның беліне түспейді, адамның миына түседі ол. Ол салмақ түскен кезде адамның миы дұрыс жұмыс істемей қалады. Неге? Адамның миындағы нейрондарға қатты әсер етіп кеткен сонша, ол адамдардың көзі көрмей қалады, эмоция үрсіне шығып кетеді. Адамның басында эмоция бар, ақыл бар, инстинкт бар.
инстинкт деген ол қорқу, бірдеңеден қорыққан кезде істейтін нәрсе. Ақылмен ол енді ақылмен шешеді, дұрыс па? Адамның эмоция деген нәрсесі бар. Сол эмоция деген бөлігі қатты жұмыс істеп кеткені сонша, ол адам не наркоман болып кетуі мүмкін, не ол барып жаңағы анау ақша берген әйелдер сияқты сразу шопингке барып, әйелдер солай ғой, көп ақша берсең шопингке барады да, білмеймін, 5-6 туфли алып келуі мүмкін, ол мысалға керек емес болса да. Енді Жеңіс мырза, осы орайда жаңа әйел деп қалдық қой. Жаңа сіз келгенге дейін айтты, біреулер айтады, ақылды әйел болсаған ақшаны беру керек, ал былай әйелдерге ақша бермеу керек, өздерің жұмсаңдар еркектер дейді. Керісінше әйелдер айтады, жоқ, біз жұмсауымыз керек дейді. Жалпы сіздің көзқарасыңыз қандай? Үйде ақшаны кім ұстау керек, неге жарату керек, не істеу керек? Иә, жалпы енді ақшаны кім ұстау керек дегенде, ақылды әйел дегендері дұрыс негізі. Бірақ ақылды деген сөз ол қандай ақылды? Ақылды деген сөз ол басқа жағынан ақылды болмауы мүмкін, бірақ ақшаға қатысты ақылды болуы мүмкін. Сенің дүниеңді дұрыстап сақтайтын адам болуы мүмкін. Мысалға мен айтайын, өзімнің әйелім, мен оған ақшаны беремін, мен сенемін. Өйткені ол менің рұқсатымсыз бір тиын да жұмсамайды. Түсінді ма? Қорқыныш емес па ол, сізден қорыққаннан? Жоқ, қорыққаннан емес, ол сыйлайды. Ол менің әрбір тапқан тиынымды қадірлейді. Түсінді ма? Қаяқтан келіп жатқан біледі. Ақылды деген осы деп санаймын негізінде. Түсінді ма? Жақсы. Қорқынышты үйленген жақсы болыпты. Жалпы ештеңе істемей бай болуға бола ма? Байып кетуге немесе? Айтады ғой, успех надо заслужить деп айтады ғой орыстарда. Сондықтан да әрбір нәрсенің өзінің несі бар. Адамдар мына пирамидаға кіріп кетіп жатады ғой. Пирамидаға 2 миллион теңге салмақшы болады да, сосын ол оған не үшін салады ол? Айтады ғой, ертең бір айдан кейін 3,5 миллион қылып алып аласың дейді ғой. Сонда адамның проблемасы ол өзіне сұрақ қоймайды да, чем я заслужил? Енді ренжімеңіздер, орысша сөйлеп жатқанда, енді орысшаға түсінікті да. Не нәрсеммен мен лайықты болдым осы 3,5 миллион теңге үстіндегі сверху жаңа 1,5 миллион. Адам ойлану керек қой. Кез келген нәрсені адам соған еңбек сіңіру керек. Мысалға сен бір кітапты 5,000 теңгеге сатып алып, оны оқып алып, 2 миллион теңгеге адамдарға тренинг беруге бола ма, болмай ма деген сұрақ сияқты ғой. Болады, бірақ сен өзің ұялуың керексің. Сен немен заслужил? Бірақ сен 2 миллион алуың мүмкін бір адамдардан, бірақ сен бір күні бересің оны. Түсінікті ма? Сондықтан да біреуден бір нәрсені артық алып қоям деу, ол әбешсіздік. Былай айтқанда ең соңында бәрібір сен бәрібір соның хақысын бересің. Берекесіз ақша ғой. Иә. Жақсы, ендеше Жеңіс мырза, осы жерден тағы да сұхбатымызды үзе тұрайық. Тамаша бір ән тыңдап, үзілістен кейін эфирге қайта ораламыз достар. Дәл қазір Инстаграмда жұлдыз.fm парақшасында достар тікелей эфирдеміз. Жеңіс мырзаға қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде қойыңыздар. Инстаграмы керек болса айтып отырамыз эфирде. Әзірге ән кеттік. Тосыннан қояды сұрақтар көп екен, Тосыннан қояды сұрақтар. Үйде миы бар адам ұстау керек дейді. Наргиз, отыра тұршы, мен плейлист қарап көрейін, иә? Үйде миы бар адам. Миы жоқ әйел не үшін аласыз онда? Жоқ, миы жоқ адам болмайды ғой. Миы жоқ адам болмайды ғой. Бәрінде миы бар. Айтайын ба, біздің қазақ ақылды адам. Бізде мен басқа елдердің адамын айтпай ақ қой, бірақ біздің қазақтың жалпы ойлау қабілеті деген егер үйреніп кететін болса, Неге қайдан шыққан нәрсе ол қазақты көтере беру деген нәрсе. Адамбыз ғой бәріміз жай ғана. Ол қараңыз, бізде действительно шынымен қарағанда, мен көп жерлерде болып жүрмін, шетелдерде тазалық жағынан қарайсың ғой. Біздің қазақтың тазалығына жетпейді екен негізінде. Түркі халықтардың көбісі бірінші монша пайда болған бізде мысалы. Мен айтпай ол жағынан қарайтын болса. Мұсылман елдерінде де ол жақта да салақтық бар ма не? Бар. Не дерші, Меккеде ше? Енді ол жерде айтуға болмайды. Ол жерде Меккеде не ғой? Жан-жақтан келетіндер ғой. Жан-жақтан келетін болғаннан кейін ол жерде енді анықтай алмайсың. Жалпы мынау көп жерлер бар. Кәдімгі елдердің өзінің мындай менталитеті олар үшін нормально болып кеткен. Қытайда түкіріп жүре береді далада. Тіпті торговый центрларда да. Ол жақта мысалы жел шығарып жаңағыдай ол нормалық нәрсе болып саналады. Не держи в себе плохое деген сияқты. Ассалаумағалейкум, Жұлдыз ФМ, қалдарың қалай дейді. Достар, сізді сұрап жатыр, қанша жасынан бастап жұмыс жасаған дейді. Мен енді 20 енді жұмыс жасағанда айтайын, жұмыс деп айтатын болсақ, мен 18 жасымнан бастап мынау ең бірінші Алматыда Silkway City деген гипермаркет ашылды ғой, білетін шығарсыздар, Төле биде тұр ғой. Мына жерде Төле би. Ең бірінші ашылған кезден бастап мен сол жерде продавец консультант болып жұмыс жасағам студент кезінде. Маркетингқа соқтан бастап кірістің дейсіз ғой. Иә, сол кезде. Бірақ мен 10 жыл госслужбада жұмыс жасағам, содан шыққаннан кейін. Госслужбада қайда жұмыс жасадыңыз? Енді ол акимат па? Жоқ. Акимат біз президент аппаратура президент? Біз контролирующий орган болып істедік. Бізде атау кеңіне. КМ ба? Айта салсаңызшы, ешкім біліп жатқан жоқ мына жақта. Айта салыңыз. Оны түсінбейді, оны ешкім білмейді қандай деген. Сұңқар, арыстан десең.
ешкім білмейді деген не? Шпионсыз ба не? Мына жерде бар, бәрі жазылған көресіздер. Мә, сізде тура сол басқалар сияқты мына жерде сол сұрақтар қызық болса кітабымды алып оқыңыздар. Жалпы қандай бизнестермен айналысасыз? Қазіргі ма? Қазір H-Fly Chicken деген бар, Марғұлан Сейсенбаймен бірге сол кісінің... Пекин Chicken, не, пекинская... Қызы ашқан жоқ па Марғұлан Сейсенбайдың, не? Пекинская не шын, неде, қабылмай жатыр ма? Абылайхана бойындағы шы? Ол өздерінікі ғой. Өздерінікі? Менікі Алил Агамен бірге жасайын. H-Fly Chicken деген бар бізде. Новый халал. Халал фастфуд. Сосын... Мен жедім ғой дейміздер нелеріңізді, кажется. Деген шығарсыз, иә. Сосын не бар? Сырғалым деген қыз келіншектерге арналған. Не ма? Украшение ма? Ұзатуға байласты, көйлекте. О, болды, осы туралы айтып, мен ұзатылайын деп жатырмын ғой. Сырғалым дегенге. Инстаграмнан көресіздер. Сосын мен жалпы Ақтөбенің адамымын ғой, Ақтөбеден көшіп келгенмін ғой, мен негізі 2 жыл болды осыға көшіп келгенім. Менің бизнесім сол Ақтөбеде. Сіз неге жай сөйлейсіз? Бір секретный информация айтып отқан сияқты жай сөйлейткенсіз. Сол жерде не бар? Игровой комплексіміз бар біздің, балалар ойнайтын. Сосын теплица бар. Сосын киім-кешек магазиндеріне поставка жасаймыз бір заводтар. Киім. Сосын Зангар Партнерс деген біздің заңгерлік компаниямыз, заңгерлік. Ішінде адвокаттар жұмыс істей ме? Адвокат емес, жалпы адвокат деп айтылмайды, уголовный емес қой ол жерде. Ол жерде гражданский болғаннан кейін. Юрист деп аталады. Юрист. Әйелдің бәрі ақылды дейді. Халал чикен деген қалай түсінеміз дейді? Халал чикен деген енді чикенді бәрі білет шығар. Тауықтың маринадталған тауықтың KFC бар ғой, KFC-дің соның халал түрі. Халал түрі дегенде қазақша түрі. Короче, басын шауып кәдімгі кесе, иә? Алил Агро бар ғой? Алил Агромен прямой неміз. Алил, Марғұлан Сейсенбаев емес па? Кеткен. Жалғастырамыз енді, бүгін бізде кешкі шоуда қонақта. Қаржылық кеңесші Жеңіс Есенберлин мырза. Былай дейді, жалпы көп достарымыз айтып жатады, көп досымыз. Жаңағы ақшаны немғұрлы жаңағыдай көп жұмсасаң, саған соғұрлым көп келеді дейді. Жақсы. Ақшаны бір орында сақтап тұруға болмайды дейді. Қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз осы? Жақсы, енді көп жұмсағаннан келе қоймайды. Негізінде енді қараңыз, адамдарда екі қасиет болу керек. Біреуі иелік ете алу, иелік ету, екіншісі пайдалана білу деген нәрсе бар. Иелігі орысша түсіндіретін болсақ, мысалы орысша түсіндіретін болса, владение деген нәрсе бар, пользование деген нәрсе бар, иә? Иелік ету, мысалға, владение. Сен дұрыс сақтай алмайтын болсаң, және сен дұрыс жұмсай алмайтын болсаң, екеуінде де проблема болатын болса, онда сенде ақша жиналып болмайды. Жалпы адам сақтап білу керек. Сақтап білу керек дегенде, мысалға кейбір адамдар шыдай алмайды. Мынау копилка деген нәрсе бар ғой, копилкаға жинаймыз да, толып қалған кезде жарғымыз кетіп тұрады ішін. Неге? Бізге ана эмоциясы керек та, ана жарған кезде ішіне шашылып жатыр, санайым деген сияқты. Балалар ғой. Бізде адамдарда солай да. Қалтасына мүмкін 500 мың сыйуы мүмкін, қалтасына миллион сыйуы мүмкін. Енді сосын тұрады да, бір идея бар ма, анау бар ма, мынау бар ма деп, ана ақшасын жоғалтқысы келіп тұрады. Сосын шамалдан кейін әйелімен екеуі ақылдасып отырып, давай кеттік біз Дубайға барып қайтайық деп, ана ақшаны жұмсау керек та. Не ол? Не жетпей жатыр? Бағанағы анау салмағы бар ғой, ақшаның салмағы басып бара жатыр, бұл көтере алмай жатыр. Сондықтан да сол нәрсені көбейтуге тырысу керек. Көбірек үйіңде ақша көбірек сақталатын болса, көп сумма болатын болса, сенің етіңді үйретуің керексің соған. Байқайсыз ба? Мынау миллиардтар ұстап отқан Билл Гейтстерді қарап отырсаң, қасына барсаң мысалға, иә? Спокойно әңгіме айтып отырады ғой мысалға. А бізде кейбір адамдар бар, миллион теңгесі болса, бітті шалқайып алып әңгіме айтатын жігіттер бар. Дұрыс па? Сондықтан да қараңыз, қарап отырсаң, бұл адам ақшаның буы несі керек, үйрену керек. Ол бірінші владение. Екіншісі пользование. Пользование деген бар, кейбір адамдар ақша жұмсайды, бірақ рахатын ала алмайды. Қимай жұмсайды. Көрдіңіз ба? Мысалға сен бір жерге саяхатқа бардың ба, сол саяхатты кәдімгідей ақшаңды беріп, сол жерде жақсылап тұрып рахаттануың керексің. Сен өзің не істеу керексің, бойыңа рахат сезім алу керексің. Не үшін? Өйткені адамға энергия, адам негізінде ақшаны энергия арқылы табады ғой, мысалға айтайық. Бір нәрсе жұмысты жасау үшін саған энергичный болу керек қой. Сол энергияны, сол күшті кім береді? Негізінде кім береді? Адам энергияны қаяқтан алады? Тамақтан алмайды, мидан алады. Көрдіңіз ба?
мидың ішінде энергия өте көп. Адам, мысалға айтайық, сен ана 3 метр забордан секіре аласың ба десе, жоқ, секіре алмаймын деп айтасың. Бірақ ит қуса секіресің. Қаяқтан алдың энергияны? Өйткені мидың ішінде энергия көп. Қай уақытта саған қорқынышты болды, ми саған запаспен беріп жіберді. Көрдіңіз ба? Сол сияқты біздің басымызда энергия көп. Мен бизнес жасай алмаймын, мен ананы істей алмаймын деп жүрген адамдардың бәрінің айтып жатқаны өтірік. Неге? Өйткені олардың миы біледі, что бұған қатты дүние қажет емес. Мысалға сен Дубайға барып, рахаттанып, 7 түн болып, сол жерде рахаттанып, демалып алған болатын болсаң, ми соны жазып алатын болса, сосын келесінде айтасың, мен келесі айда тағы да барам десең, тағы ақша тапқың келіп тұр. Иә. Келіп тұрған біріншіден, екіншіден, ми сені ұйықтатпайды. Дубайға билет алып қойдым саған. Сағат 3-те регистрацияда бол десем, ұйықтайсың ба, демаласың ба, демалмайсың сен. Сол уақытта ұйқың келмейді. Ұйықтағың келсе де келмейді анау ұйқы. Неге? Ми энергия беріп жатыр. Өйткені миға екі жағдайда да энергия береді. Біреуі қатты қорыққанда, немесе қатты пайдалы болған кезде оған. Көрдіңіз ба? Сол сияқты анау жаңа айтқан сияқты көп жұмсай берсең келе береді деген сөздің жалпы философиясын түсінбей алған болу керек. Прямой түсінуге де болмайды. Көп нәрселерде тікелей түсінуге болмайды сөзді. Ол қате нәрсе болады. Түсінікті ме? Сондықтан да бұның ар жағында сондай нәрсе жатыр. Сен бір нәрсеге ақша жұмсадың ба, сол нәрсені рахаттана біл. Анау болады ғой бір қымбат тамақты бос қалды ма деп. Алмау керек еді деп, жеп болғаннан кейін де алмау керек еді деп отырады ғой. Олай болмайды. Жұмсадың ба? Айт, Құдайға шүкір, мен мына ақшаны жұмсадым. О, маған ұнайды мынау деген сезімді алатын болсаң, келесіде сенің миың біледі. Сөйтіп адамның талғамы өсе бастайды. Талғам өскен кезде сенің доходың өсе бастайды негізінде. Қарызды кімнен алған тиімді? Банктен бе, әлде адамдардан ба? Туысқаннан, ата-анадан? Жалпы мен айтатын едім, тиімді болады қарыз алмаған негізінде. Неге адамдар қарызға кіреді? Осыны шешіп алайықшы бірінші. Өйткені адамдар өзінің қазіргі тауып жүрген табысымен келіспейді. Түсінікті ме? Келіспейді. Неге? Өйткені адамдар ойлайды, мен 200 мың теңге тауып жүрмін деп айтайық. 200 мың теңге тауып жүрген адам не деп айтады? Мен негізінде 500 мың теңге табатын адаммын. Негізі мен 1 миллион теңге табуға лайықтымын деп ойлайды іштен. Сосын ол адамдарға 500 мың теңге табатын адам сияқты көрсеткісі келеді өзін. Сөйтеді да ол барады, енді алайын десе машина, ода ақша жоқ. Ол барады, кредитке барады, қарызға алады. Не істейді? Ана адамға 500 мың теңге табатын адам сияқты көріну керек қой, көрдіңіз бе? Ол егер үйінде отырып, мен 200 мың теңге табам, барым осы, маған машина қажет емес, мен оған лайықты емеспін дейтін болса, ол кезде ешкімге қарызға кірмейтін еді. Неге адамдар шуба алып жатыр? Неге адамдар жаңа 570 деген машинаны алып жатыр, бензин таба алмай жүр, бірақ сол сияқты нәрселерді алып жатыр. Не үшін? Адамдарға өзі якобы көп табатын адам сияқты ол көрінгісі келеді. Сондықтан айтамын, бәріне айтамын, қанша тауып жүрсің соншаға келіс. Бірақ отырда ойлан, енді мен қалай болғанда да ешкімнен қарыз алмастан осы доходты көбейтуге, кірісті көбейтуге тырысамын деп айту керек. Жақсы, Жеңіс мырза, енді үзіліс жасай тұрайық осы жерден. Достар, бүгін бізде кешкі шоуда қонақта қаржылық кеңесші Жеңіс мырза. Әзірге тамаша бір ән тыңдай тұрайық. Заман тобының менің жолым деген әннен кейін эфирге қайта ораламыз. Достар, ақшаға байланысты, қаржыңызға байланысты, өзіңізге байланысты сауалыңыз болса, міндетті түрде жолдаңыздар. Дәл қазір Инстаграмда жұлдыз.fm парақшасында тікелей эфирдеміз. Былай дейді, ақшаны алтынға және жылжымайтын мүлікке салу керек дейді. Алтынға? Қараңыз, бұл адам бұндай сұрақты, бұндай нәрсені айтады, кім айтады? Мысалға, сіздің адамдар көбіне шатастырады да, бизнеске салу керек, анаған салу керек нәрселер бар, көп. Ақшаны доллармен ұстаймын ба, анаумен ұстаймын ба, алтынмен ұстаймын ба деген сияқты. Бұл әңгімені кімдер айту керек негізінде? Бұл әңгімені өзінің табысы бар, бір жерден 200 мың теңге келіп тұрған деген сияқты, ай сайын. Бірақ қалтасында, анау үйінің ішінде, костюм шалбарының қалтасында бір 10 мың доллар немесе бір 10 миллион теңге жатыр да, сол адам ана ақшаны әзір қозғамайтын біліп тұр. Сол адамдар не істеу керек? Долларға айналдырып қойса болады. Алтынға айналдырып қойса болады. Түсінікті ме? Ал енді сен қалтаңда 700 мың теңге бар екен. Оны барып, жүгіріп барып, долларға айналдырудың қажеті жоқ. Мысал қойма, мен алам, алмасам өлем дейтін әйелдердің күйеулері қарызға кіреді дейді. Түсіндіңіз ба? Алсам, алмасам өлем дейтін. Иә, соны сөйтіп айтатын әйелдердің күйеулері қарызға кіреді дейді. Көбіне ол әйелді, қазір күйеулер талпынып жүрген жоқ қазір. Қазір әйелдер талпынып жүр. Мен айтайын ба, тренингке келетін адамдардың 80% әйелдер. Енді бір жағынан енді білем алып атқанына қуанасың ғой, іштей қынжылып кетесің. Неге әйелдер жүгіріп жүр?
солардың енді ауыздарынан еститінің менің күйеуім жалқау деп айтады. Менің күйеуім жалқау. Мен айтайын ба, мүмкін біреулердің құлағына алтын сырға деген сияқты мен сондай адамдарды көргенмін. Бір жақсы, бір тұлғалы бір азамат, соған біреулер барып жібердім Анархан. аузына түкіріп берші баламның дейді. Сен сияқты болсын дейді. Баласының аузына түкірсе, оның күйеуі бар ғой негізі. Дұрыс па? Неге әйелдер өздерінің күйеулеріне ұқсасын балам деп неге айтпайды? Представь, қарашы. Конце концов соған күйеуге шығып тұр ғой. Иә, сен қолыңда бала бар дейді мысалға, сен күйеуің бар. Сен келінді бір адам бір күшті әңгіме айтып тұр, бір данышпан біреу, күшті ақыл айтып тұр. Соған бардым да, менің балам сіз сияқты болсыншы, аузына түкіріңізші десе, күйеуің қасында тұрса, қандай сезімде боласың сен? Күйеуі намыссыз болып тұрғаны ғой онда. Немесе күйеуі намыссыз, немесе күйеуін ол тұлға санамайды. Сосын бір қателік қазіргі кезде үйде тіпті қыздарға тәрбие береді ғой. Ертең сен өзің істеу керексің, бәрін өзің істеу керексің, өзің жету керексің. Біреуге ешқашан зависимый болма деп сөйтіп үйреткен мысалы мені. Жағынан ол дұрыс шығар қазіргі замандаш. Бірақ мен де мысалы қалаймын, егер менің мысалы әйел болып үйде отырғым келеді, баламен айналысып деген сияқты. Нан табу керек деп қиналып. Әнді алып тастайық, әнді қоймайсың ғой қазір. Мен жалпы қарсым әйелдер жалпы үйде отыру керек деген нәрсе дұрыс түсінбей қалады. Үйде отыру керек деген нәрсе жоқ. Мен мысалы әйелімді үйде отырады ғой негізінде. Бірақ өзінің сүйікті ісін тауып алу керек адам. Кеттік, эфир. Эфир. Үйде отырып істесе де. Алғашқы ақшаны неше жасыңызда таптыңыз дейді. Мысалы, мен 15 жаста дейді. Мен айтайын ба, мақтанып айта аламын негізінде. Кішкентай кезімде қазір таңғаламын, шынымен бар ғой, әке-шешем қалай жіберген деп ше. Мен пойыздың ішінде жүріп, юпи сатып ақша тауып бастағанмын да. Анау әйелдер болады ғой, постоянно ана бір станция мен екінші станцияның ортасында арасы 3 сағат негізінде. Сол станцияның арасында ана әйелдер жүргенге қызығып, үйде ақша жоқтықтан емес ол негізінде. Ол кезінде ақша қатты көп болған жоқ, бірақ маған мұқтаж болған жоқ үйдегілер. Жалпы өзімнің қызығым үшін ана алып келемін да, бутылкалардың барлығын, ана пивінің бірнәрсенің бутылкалары болды ғой баяғыда, минералканың, солардың бәрі бутылкалардың бәрін істейміз да, қақпақтау боламыз еще, майыспаған қақпақтау боламыз ана бүйтіп. Соны алып келеміз да, юпиді еземіз да, ана соны ішіне құйып, соның басын жауып апарып сатамыз соны. Содан кейін қыс болды. Қыс болған кезде мен фотоаппарат алып алғам, өзімнің фотоаппаратым болған, үйлерде өтсем. Соны алып алып, үйлерге барып, семьяларға барып суретке түсіретінмін. Суретке түсіреміз да, ақшасын алып аламыз. Сосын ол 15 күннен кейін шығады ғой, ана проявление жасайды, ана басқа қалаға жібереміз. Ол келеді, кейбіреулер ағып кетеді ғой. Алада қашып жүресің, алада. Сөйтіп, кейбіреулер сөйтіп сондай нәрсемен айналысқанмын да, көп негізінде. Жақсы. Бір сұрақ дейді, ақша жинай алмаймын дейді. Қалай жинасам болады? Сатып қоя берем дейді. Замир жазып отыр бұл хатты. Ең бірінші ақша жинай алмаймын деген кезде, ақша жиналмайды. Егер ақшаны не үшін жинап жатқаныңды білмейтін болсаң. Мысалға айтайық, сіз мысалға мен 10 миллионға машина аламын деп ақша жинамай қой. Ол 10 миллионға жеткенше шыдай алмай қаласың. Просто айт, 500 мың теңге жинауым керекпін. Осы 500 мың теңгені мына нәрсені аламын деген сияқты. Енді айтайық, тек қана ақшаны қазірден бастап бір нәрсе алу үшін ғана жинауға қажет емес. Жалпы ақша деген нәрсе әркімнің түсінігінде әртүрлі. Мысалға біреу айтады, ақша ол жұмсау құралы дейді, мысалға, дұрыс па? Бірақ мен айтайын, менің түсінігімде ақша деген ол құл негізінде. Енді ладно, құл деген нәрсені әркім естіп жүр. Я, білеміз, сендер ақылдылар айтасыңдар, құл деп айтасыңдар, дұрыс қой деп айтасыңдар. Мен ол жерде бұндай нәрсе айтайын. Құл деген кезде басқа нәрсе айтайын, жұмысшы деп айтайын. Енді қалай оны жұмысшы қыламыз десе, мысалға айтайық, көз алдарыңызда елестетіңіздер, мен тақтаға бір сурет салып жатырмын, адамның суретін салып жатырмын деп айтайық. Оның бір қолы 100 мың теңге, екінші қолы 100 мың теңге, бір аяғы 100 мың, бір аяғы 100 мың, басы 100 мың. 500 мың теңге ма? Значит, мен не істеуім керекпін? 100 мың теңге тапқан кезде айтуым керекпін. О, бір адамның қолын жасадым, болды, қойып қою керек. Екінші 100 мың болған кезде, о, екінші қолын жасадым, үшінші аяғын жасадым, сосын басын жасадым. 500 мың болды ма? Опа, менде бір не пайда болды? Бір жұмысшы пайда болды. Опа, мен мынаны істеуім керекпін, жұмысқа тұрғызуым керекпін. Көрдіңіз ба? Енді оны жұмысқа тұрғызуын қалай? Міндетті түрде барып кәсіп ашудың қажеті жоқ. Сен не істейсің, оны алып барасың да, қаншама адамдар бар. Мысалға, жүріп тұрған іске.
мысалға айтады, мен бір тандырдай алайын деп едім, мысалға кішкентайынан айтайық, мысалға бір самса салып жатқан, жасап жатқаным бар, тандырға ақша жетпей жатыр. Тандыр бір екі тандыр жасау үшін 200 мың теңге керек шығар мүмкін, да. Соны сатайын деп едім, тағы бір жұмыс алайын деп едім, бүйтейін деп едім, бір 400 мың 500 мың теңге керек болып жатыр. Барда соған ақшасын бер. Сосын айт, әрбір тандырдан маған осындай ақша беріп тұр деген сияқты. Пайыз болып саналады ғой сонда. Ау? Пайыз болып жоқ, бұл пайыз емес, бұл шариғатта бұл дұрыс. Иә, бұл пайыз болмайды. Бұл не? Берген кезде сен прибыльден аласың пайызды. Акция сияқты, Иә. Жалпы солай түсіну керек. Иә. Жақсы, енді бізде қазір үзіліс жасайтын уақыт екен, тағы да ұзақ үзіліске кетеміз қазір достар. Сондықтан алдағы уақытта тағы бір сауалымыз бар. Мынау үкімет беру керек дегенге қалай қарайсыз деген сияқты, үкімет тиісті деген сауалдар бар. Жақсы, үзіліс жасайық, үзілістен кейін эфирге қайта ораламыз. Себебі қазір бізде үзіліс болып кетсе, айтылмай қалады да ол дүниелер. Тағы бір сұрақ бар. Кім Анархан қойып отыр. Карантин кезінде қандай адам ұтады дейді. Жалпы карантин бәріне жаман әсер етіп жатыр деп ойлаған күнде де әйтеуір біреулер бар шығар осы кезде ұтып жатқан. Кімдер ұтып жатыр? Дейді ғой, бір Қытайдың бір жақсы бір философиясы бар да, жалпы бейітті жел болған кезде дейді, ақылды адам өзінің желкенін көтереді дейді. Что бір жерге жетіп қалу үшін деген сияқты. Иә, оның бәрі жақсы. Анау кризис деген сөз тоже философия ғой. Кризис деген сөз біреуге қиыншылық, біреуге мүмкіндік деген сөз екен деген сияқты. Адамдар білмейді, қай жағында мүмкіндік деген сияқты. Сондықтан біз айтамыз ғой, әр уақытта идеяны табу үшін, бизнес жасау үшін ең бірінші адамдардың проблемасын көретіндей не болу керек? Кәдімгі навык болу керек. Ол навык. Мысалға айтайық, осы жерде үшеуміз отырмыз ба? Мен қарап отырып, сіздің қандай проблемаңыз бар екенін мен білуім мүмкін. Оны не деп айтады? Оны видение деп айтады да. Айтын, сіздің бойыңызда осындай сіздің бір проблемаңыз бар, сіз подарка ала алмайсыз деген баяғыда біреу. Ана жігіттің өзінің бір несі бар, проблемасы. О, да проблема көп. Сол проблемаларды шешіп берген сайын сен успехқа жете бересің негізінде. Және сен проблемаңды шешіп жатыр. Қандай? Сен айтып жатыр, проблемасы көп екен дейді, өмір күліп жүреді дейді. Қарап отырып жазу керек. Адамдарда жалпы қандай проблема болып жатыр? Енді біз ақша тұрғысынан емес, жалпы карантин мысалы маған өзімнің алдағы мақсаттарымды анықтауға көмектесті деп айтсам болады. Өйткені бізде енді андай күнделікті өмір ғой, қарбалас. Содан бізде уақыт болмайды, но карантинде бәрі тынышталып қалды да, бір әлем үндемей қалған сияқты болды да. Сол кезде өзімді өзім естідім, мысалы, мен болашақта не қалаймын, сөйтіп күйеуге шығайын деп жатырмын. Карантин болмағанда ұзаққа кететін кез ғой. Иә, жұмыс деп жүретін едім. Иә, сол сияқты мен де өзім карантин уақытында шынымен де қуандым негізінде ше. Анау қағаздар, жазылмай жатқан қағаздар, әне жазам, ертең жазам, арлан жазам деген сияқты сондай жаздым. Енді екінші кітапты жазуға қолға алып жатырмыз қазір. Жалқау болған соң ұқсамасын деп түкіртпейтін шығар дейді. Ал дейді? Жалқау болғаннан кейін ұқсамасын деп соған түкіртпейтін шығар күйеуіне дейді. Ту мені іздеген адам ғой мынау дейді. Жоқ, жалпы әйелдер өздері таңдайды ғой күйеуінші. Таңдайтын болғанда не себепті? Бәрі жас күнінде жүріп жүрген кезде бәрі керемет та, одан үйленгеннен кейін олар жалқау болады, жаңағыдай өзгеріп кетеді ғой. Көп әйелдер не істеп отырады? Жауапкершілік деген бар. Әйел мен еркектің арасында жауапкершілік бар да. Әйел адам өзі жауапкершілікті алып алады да өзі. Мысалға айтайық, мусорды өзім төгіп келемін деп айта берсінші әйелің. Болды, сен мусорды ұмытып қаласың, болды. Басты дейді. Сен өзің істеп аласың, ол нәрсені өзіңе жүктеп алғаннан кейін, мен істеп нем бар енді, бәрібір істеп жатса деген сияқты. Оған жеңіл болып тұр ғой деген сияқты. Сол сияқты ана күйеуіне бірдеңе деп айту не болады да, жаңағыдай көбіне бізде әке-шешемізде солай ғой. Саған айтқанша өзім істеп тастайын деген сияқты болады ғой кейде. Иә. Сол сияқты болмайды негізі олай істеуге. Заставлять ету керек адам. Мен өзім балама мысалға айтам, істейсің, болды. Ойлама, сен орнына мен істемеймін бәрібір деп. Көрдіңіз ба? Солай істейтін болсаң, ол амал жоқ істейді. Ал сен, ладно, қоя салшы, өзім істеймін, былай тұршы дейтін болсаң, онда сен өзің істей бересің, ана адам инвалид болып қалады былай айтқанда. Сол сияқты ана әйел адамдарда өзінің күйеуіне сондай қарым-қатынас жасайтын болып кеткенде, саған айтқанша, сені диваннан тұрғызғанша, одан да өзің бірдеңе тапқаның дұрыс деп айтады. Сөйтіп те өзі таба бастайды. Әйел адам мүмкін успешный бола бастауы мүмкін. Шамалдан кейін ананың табысы, күйеуінің табысынан жоғарылай бастағаннан кейін, уже не болады? Билікті қолына ала бастайды. Кім көбірек тапса, билік сода болады негізі. Сондықтан да күйеулерінен артық табуға вообще істемеңдер.
талпынбаңдар, ойламай ақ қойыңдар мен ортаға тастаймын деген сияқты. Жоқ, наоборот, сен көтергеннен кейін енді күйеу еркек адам көбіне бала сияқты ғой. Негізінде еркек адам мындай болғанмен ішкі несі не болады, кішкентай бала сияқты болады негізінде. Қай уақытта әйелінің табысы көбейіп кетеді, оның власты көбейіп кетеді, әйелмен көп не істемейді, соғыспайды ол, тарпаспайды, таласпайды еш нәрсеге. Сен ала сал дейді, болды. Сонымен уже шамалдан айтады, мен не істеймін, өзім көп табатын болсам, мен не осы күйеуімді асырайын ба дейді да, жаман ойлар келеді миына. Жалпы өмірде солай подкаблучниктер дүниеге келеді десеңізші. Өз әйелдің өзінің күнәсінен, иә? Все понятно. Деп түсініп алдым енді, рахмет. Ал мысалы жігітіңнен қымбат сыйлық сұрау, ол дұрыс па? Шариғатта махр деген бар ғой. Өзің несі келетін болса, шамасы келетін болса. Махр деген бар, осы сізге айтып қояйын как раз, иә. Шариғатта махр деген бар. Махр деген сөз ең бірінші үйленейін деп жатқан кезде сіз не сұрасаңыз да имеете. Иә. Жоқ, просто бір ретте мен көргенмін, анау күйеуінен машина сұрайды ғой бір әйелші. Сосын машинасын алып береді да ажырасып кетеді емес пе? Күйеуінің несі ғой, ақылсыздығы ғой. Негізі ертең өзінің қызы болады ғой, туады ғой. Қызы болады да біреудің несінен өзінің күйеуіне еркелеп сондай сұраса не болады екен? Сіздің бала шағаңыз бар ма? 3 ұлым бар менің. 3 ұлыңыз бар ма? Опа, қымбатқа түсейін деп тұрсыз ғой. Махрдың несін. Сіздің балаларыңыз қаншада үлкені? Үлкені 14-те. Неде ютубта бар, мен баламен бірге жүргізген эфир. Қанша табады балаңыз деп 14 жаста болса? $1000 төмен таппайды. Сіздің балаңыз уже ақша таба ма? Иә. Уже $1000 таба ма? Іздегенде сіңілім де жоқ қой десең. Сол ғой, Жаника. Сенде жоқ па сіңілім? Ой, қарындасың. Жаным, кеттік па? Уже бізде уақыт бітіп жатыр. Бітті же. Болдық па? Болдық. Шыға береміз ба? Жоқ, осы 4 минут. 4 минут эфир болады, сонымен аяқтаймыз. Сіздердің демалыстарыңыз көп пе негізі? Жарнамамыз көп, иә. Бір айт дегенде жарнама қарап отырып арасында кино көріп қоямын деп. Иә, кеттік. Ал, эфир. Мынау енді бұған дейін айттық қой жаңағы үкімет туралы, иә? Мінекей жазып отыр Мырзаханов есімді тыңдарманымыз. Үкімет беру керек дейді, дүниеге келген кезде міндетті түрде өмір бойына жететін ақша берсін де үкімет дейді. Сіз қалай қарайсыз? Жалпы үкіметтің көмегіне, жалпы ол кісілерге алақан жайып ақша сұраған дұрыс па, дұрыс емес па? Жақсы, үкімет деген біз бәріміз білеміз, что отан отбасынан басталады деген әңгімені естіп жүрміз бұрын, дұрыс па? Енді біз қазір мемлекет деген сөзді отан деп алатын болсақ, онда отбасы біздің ол да кішкентай мемлекет негізінде. Енді бізге қазір мемлекет беру керек деген адамдар негізінде олар әке шешем беру керек деген сияқты әңгіме ғой ол да негізінде, дұрыс па? Енді айтайын, 30-ға келген адам өзімнің әке шешем маған әлі де беру керек деген сондай сөз айтатын болса, біз онымен келіспейміз ғой. Сол сияқты мемлекет те саған беруге міндетті емес. Ол біріншіден. Екіншіден, сен өзіңнің миыңнан сол сөзді алып тастауға міндеттісің. Неге? Өйткені сен сол сөзді салып қоятын болсаң, сен әрқашанда арқа сүйіп жүретін боласың. Сенің арқа сүйетін бір ереңің болады. Сен қай уақытта біреуге арқа сүйесің, сен толықтай өзіңнің энергияңды қолданбайсың деген сөз. Бала да сондай. Балаға сен әрқашанда, балам, сен қорықпай ақ қой, өскен кезде мен сені үй алып берем саған, машина алып берем дейтін болсаң, ол еш уақытта істемейді, өспейді ол бала. Жеңіс мырза, біздің радионың тұрақты қаржы кеңесшісі болыңыз, тыңдармандарға ұнап отырсыз дейді. Жақсы. Бұл қалай жалпы? Уақытыңыз бар ма? Болады ғой. Жақсы. Кетіп қалмасам, жақын арада шетелге кетіп қалмасам. Үкімет берсін, тауып берсін ақша дейді. Енді мен де шынымды айтайын, түсінбеймін. Менің біреуден естігенім, маған машина әперде, тоқал ала бер депті. Оған не дейсіз дейді? Қалай? Машина алып берді, тоқал ала бер дейді? Әйел айтқан ғой, әйелі. Маған машина алып бер, өзің тоқал ала бер деген ғой енді. Жалпы әйеліңіз өзі жігіт іздейін деп жүрген шығар, ол барып көшеге шығып алып. Енді маған машина алып берді, тоқал ала бер деп дейтін әйелді шынымен де тоқал алу керек сияқты. Өйткені ол әйел уже машинада жоғары сарап тұрған сияқты өзінің күйеуіне қарап. Берікбай мырза да отыр мінекей эфирде. Жақсы, Жеңіс мырза, тағы бір соңғы сауалымыз тыңдармандарға берер кеңесіңіз. Жалпы қазіргі карантин кезінде не істеу керек?
қандай қызметке тұру керек, немесе жұмыстан айырылып жатқандар да бар. Жақсы. Енді бұл үлкен тақырып негізінде. Оны бір 10 минутта, 5 минутта айтып кететін болса, онда ол бәрі де бай болып кететін еді негізінде. Оны бір жүйелі түрде айту керек негізінде. Енді бұл жерде айтып не істеп қалдық. Енді көбіне ақшаға қылу керек дедік қой енді. Енді неден бастаймын, не жасауым керек, жұрттың бәрі кәсіпкер бола ма деген сияқты сөздерге байланысты мен осы проблемалардың барлығын жиып өзімнің бір кітабын жазған болатынмын. Өзіңді тап деген кітап. Сол кітаптың ішінде көп нәрсені үйренсе болады. Енді жарнама жасамай қояйық. Енді жалпы менің айтатын нәрсем адамдарға, жақсы жаңалық бар, бәрін де үйренуге болады. Сен қытайша білмейтін болсаң, проблема жоқ, үйренсең болады. Иә. Ағылшынша білмесең де, онда үйренуге болады. Сондықтан да, егер миллионер болғың келетін болса, проблема жоқ, онда үйренуге болады. Түсінікті ме? Сондықтан осы нәрсені білген күні бүгін істеу керек болған нәрсені ертеңге еш уақытта қалдыруға болмайды. Өйткені ол сенің мінезің болып қалыптасады. Алған білімдеріңіз сіздерге пайдалы болсын. Әр нәрседен максималист болуға тырысу керек. Қазір осы алған нәрседен, эфирден толықтай максималды түрде алу керек. Мен біліп алдым, естіп алдым деген сөз емес, мен әрекет етемін деген сөз айту керек. Жақсы, үйге барып не істеу керек? Үйге барып не істеу керек? Иә, осы эфир тыңдаған адамдар мысалы қазір үйге барып неден бастау керек? Енді қалайық, кез келген нәрсе ол дән, ол өседі негізінде, көрдіңіз ба? Сіз мүмкін үйге барып бір нәрсе істемеуіңіз мүмкін, бірақ алайда бұл нәрсе не істеуі мүмкін, сіздің ішіңізде қалады. Бір күні болмаса бір күні ол өсіп шығады. Сондықтан мен бір кішкене бір сыйлығым бар. Жұлдыз FM, жақсы көреміз осыны. Жұлдыз FM ұжымына өзімнің мынау өз ісіңді тап деген кітабымды сыйға тартқым келіп отыр. Енді сіздер осы нәрсені оқып, мүмкін адамдарға байып кетерміз. Пайдалы нәрсе айтатын. Жақсы. Ендеше достар, бүгін бізде кешкі шоуда қонақта болған Иә, қаржылық кеңесші Жеңіс Есенгелдин мырза, сізге көп рахмет. Жеңіс мырзамен болған эфирді біздің инстаграмнан тамашалай аласыздар. Эфирді сақтап қоямыз, жұлдыз.fm парақшасы. Немесе достар, инстаграм жоқ болса, біз сайтқа салып қоямыз. Ертең құдай қаласа сұхбатты жұлдыз.fm.kz сайтына. Жеңіс мырза, келіп тамаша сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Аман болыңыз. Шығармашылық табыстар тілеуші едік, негізі өнер иелеріне сізге тек қана табыс тілейміз. Сонымен достар, мен сіздермен ертеңге дейін қоштасам, кешкі шоуға дейін. Ал Жандәурен? Қоштаспаймын, себебі қазір бір сағат көлемінде сіздермен тікелей толқында боламын. Алыстамаңыздар. Кітап менікі дейді. Анар ханым, таласпаймыз. Анар ханым десең. Жақсы. Жеңіс мырза, көп рахмет сізбен. Ал суретке түсіріп